Енді Асылбек мырза, сіздің жүрегіңіз кімді қалайтынын мен жақсы білем, бірақ шығайын деп тұрған адам ол емес. Бірден ашып айтайын. Көңіліңіз түссе де, түспесе де. Жоқ, негізі айта кетейінші, осында менде енді айта беруге бола ма Диана ханым? Иә? Иә, жалғыз сүйір құрдасым ғой негізі. Осы ұжымның ішіндегі, мына қатысушылардың ішіндегі де мен жалғыз құрдасым Мейірім деген. Сіз 98-сіз ғой? 97-мін мен. 97-сіз. Иә. Онда Альмира Асхат қызының сіз түйдей құрдасысыз. Ол кісі менен Айжаннан үлкен екен. Солай ма? Айжаннан үлкен, иә. Иә, сөз тапқанға қолқа жоқ. Шынымен де маған келді ма Диана ханым? Сізге келді? Бірақ сіздің жүрек қалауыңыз емес, құрдасыңыз да емес. Жоқ, дайынбыз ғой. Шақырайық. Олай болса, Асылбектің үміткері студияда бүгін емес. Бұл енді сіздің тиктогыңызға деген жарнама ғой. Егер тиктокта отыратын болсаңыздар, міндетті түрде Асылбектің де парақшасына кіріп жүріңіздер. Рахмет, Диана ханым, ортаға шығарғаныңызға. Сізге рахмет. Нонаға келді дейді. Жандос мырзаға дейді. Асхатқа? Хамо дейді. Айдана. Ізбасар мырза дейді. Сіздер дұрыс таптыңыздар. Үміткердің таңдауы? Айдана. Енді бүгін Айдананың көңіл күйі керемет болып тұр. Соған сәйкес үміткерде студияға келіп қалған екен, сізді таңдап. Керемет, Диана ханым, жүргеніміз кеше ғана еді. Күшті. Кешегі енді әннен кейін Санжар өзіңіз түсініп отырсыз ғой, ол әннен кейін келмеу мүмкін емес. Мүмкін емес, өйткені әрбір нотаны сүйсініп, керемет қылдырып айтады, тывай жағына. Бір-екісін Онда бағана пародия жасаған екенсіз, Санжар? Иә. Султан Бенд сіздерден сұрасақ, супер жұлдыз әуенін Санжардың құрметіне ойнап бере аласыздар ма? Пародия салам дейді. Келіңіз ортаға. Бірақ сөзін білесіз? Ау? Жоқ, өзіңізді ойдан құрап импровизация жасасаңызшы. Жоқ, менде все люди как люди, суперзвезда деген ғана ғой енді. Все люди как люди, а я суперзвезда. Санжар! Мен негізі мүлден басқа пародия күткен едім. Жоқ, солай керемет дауыс сөйтіп шықты да. Үміткер шақыратын дауыс болды ғой ол. Иә. Санжардың пародиясы сәл оңбай қалды, жарайды. Шабайдана. Рахмет, аха. Жоқ, просто менің дауыс ырғағым өзі сондай ғой, енді кішкене. Шақырады. Бірақ кеше біраз қаралымға ие болды. Иә, Диана ханым, көрдім, кәдімгідей күшті просмотр жинап кетті, керемет. Маған ұнады, қолдау бар халықтың тарапынан дегендей. Жақсы жазып жатыр, жаман жазып жатыр. Бірақ ең бастысы осы жерде просто ұсыныс тасталды. Қабыл алдық, ешқайсыдан қорықпаймыз, батыл қыздарымыз ғой барлығымыз. Иә, және үміткер студияда, келіңіз танысайық. Қайдан келе жатырсыз? Саламатсыз ба? Қайырлы күн. Есле ма? Сізде микрофон бар. Ананы маған бере салсаңыз. Отыра беріңіз. Есіміңіз? Есімім Данияр. Жалпы жасым 21-де. Жеке кәсіппен айналысам. Айлық табысым 1,5 миллион теңге. Бірден жалақыдан бастады. Біз негізі есімді сұраған едік. Жарайды, Данияр мырза. Айта салайын, жалақыдан дегенде өткенде үміткер болып келетін кезде қарадым да мен ше. Сол кезде жаңағы айлық табысы кемі 500 мың теңгеден болу керек дегенде. Сол үшін айтқаным ғой полностью. Менде 500 мыңның үшеуі бар дейсіз. Иә. Аллаға шүкір. Жеке кәсібіңіз қандай, құпия болмаса? Қытайдан киім әкеліп сатамыз. Алып сату, иә? Иә. Керемет. Және қай жақтың тумасы болып келесіз? Осы Алматы облысы. Алматы облысы? Жасын айтты, иә? Данияр мырза. Данияр, қош келдіңіз. Мен таңдағаныңыз үшін үлкен рахмет. Негізі ең бірінші сұрақ жаңа жасым просто былай кетті да 21,500,000 деді, сонымен түсінбей қалдым да қай жерде жасы дегендей. Бірақ та менің жасымды білесіз, иә? Иә, білемін.
мен осы жылы 29-ға келемін, Құдай қаласа. Сізде негізі бұрында ара қатынас болды ма, және де өзіңізден үлкен қыздармен араласып көрдіңіз ба? Иә, болды. Қандай ара қатынас, неге тоқтады? Бір жыл алдын болған, 96 жыл қызбен. 96? Иә. Бірақ айдана 93? Ең үлкен сол ғой, енді. Ең үлкені. Иә. Махаббат жасқа қарамайды деп ойлаймын енді. Иә, әрине. Жақсы, негізі ойлаған жоқсыз ба, Данияр мырза, неге сізге үлкен қыздар ұнайды дегендей? Неге үлкен қыздар ұнататынын біз жарнамадан кейін білейік. Бірден қымбатты көрермен, экранға назар аударыңыздар. Айлық табыс қой. Иә. Жалақы деген ол біреуге жұмыс істеу ғой. Ал жеке кәсіп деген ол бөлек. Не дейді? Ақы деген екі сөз басқаша ғой енді. Жал деген біреуге жұмыс істейсің, ақы деген ол саған жұмыс деген. Айлық табысы 1,5 миллионды құрайтын Данияр өзі пысық екен, еті тірі жігіт екен, Айдана. Иә, Диана ханым, осы жер маған өте қатты ұнап отыр. Негізі 21 жаста. Осы ақша жайлы көбірек айтқаны маған қатты ұнап отыр дейсіз ғой, иә? Жоқ, Диана ханым, жалпы айтамын да енді, мен ойлаймын да. Пысық. 21 жаста осындай еңбек ақы дұрыс қой да, Данияр мырза. Айлық табысқа жету деген кез келген ер азаматтың қолынан келе бермейді деп ойлаймыз. Әрине. Өзіміз 21 жаста студент болып жүрдік қой, например, промо-модель болып жұмыс істеп, жерден жұмыс істеп дегендей. Бұл жігіт уже барлығын сондай бір кәсібін меңгерген дегендей. Және де Диана ханым, андай бір қызықты жайт, негізі Данияр деген есім менің ең сүйікті есімім. Мен ойлағанмын то, что жоқ, керемет рас. Болашақ жарымның атын немесе егер де оның есімі Данияр болмаса, онда мен балаларымды Данияр деп қойғым келген. Сондай есім маған өте қатты ұнайды. Данияр. Және де сіздің руыңыз кім, Данияр мырза? Керей. Керей, орта жүз. Жақсы. Отбасыңыз жайлы кішкене айта кетсеңіз? Негізі өзім әжем қолында өскем. Жас кезінде әкешем бөлек ажырасып кеткен екеуі. 15 жастан бастап бөлек тұрамын өзім. Және бәлкім соның арқасында болу керек, өзіңіз бірден ерте есейіп кеттіңіз, ерте жұмыс істеп кеттіңіз. Мүмкін. Жақсы, енді сіз өткен ара қатынас жарты жыл бұрын аяқталды дедіңіз, иә? Жыл болды аяқталғаны. Бір жыл, иә? Не себепті аяқталды? Ұсталып қалды деп айтайық. Ау? Көзіне шөп салды деп айтайық. Ұсталып қалды? Иә. Басқа адаммен дегендей. Сіз 21 жаста, кәдімгідей 30 жастағы адамдардың әңгімесін айтып отырсыз ғой? Жанағын сұрақ қойсақ бола ма? Нона ханым? Қош келдіңіз. Сізден сұрап жіберейін. Жасыңыз 21-де енді Қытайдан товар алдырып сатам деп тұрсыз да. Ол отырған жерді айтып тұрған жоқ, және де ол кішкене сеніңкіремей тұрмын. Енді қанша жерден кәсібіңіз жақсы болған өзінде ол 1 миллион, 1,5 миллион деген ол сіздің жеке жалғыз өзіңіздің табып жатқан табысыңыз деп мен ойламаймын. Сіздің қасыңызда біреулер бар ма? Және сіз қалайынан алдырасыз ол жақтан товарды? Отырған жер емес қой, сіз Бізде қараңыз, логистикалық компаниямен договор бар. Ал оны мен заказ берудің өзінің обучениесін өткен. Мен осы уақытқа дейін өзімнің біліміме үйрену үшін, там интернетте сату болсын, қалай заказ беру болсын, мен миллион 500 мың теңге білімге ақша құйған адаммын. Яғни базарда сізге клиенттер заказ береді, сіз сол товарларды жеткізесіз қой, Инстаграмда сатамыз, оптовый сатамыз. Нона ханым түсінбей отыр ғой енді қалайша, онда мен бұны білсем, мен баяғыдан осы салаға қарай ауысып кетер едім ғой деп. Жоқ, Диана ханым, мен білем Қытайдан товар алдырып сатудың қаншалықты қиын екенін, сол себепті мен сұрап отырмын да, мен ол жақтан өзімде товар алдыртқанмын. Жоқ, Диана ханым, мен Нона ханым түсінбей отырмын да, енді өзіңіз сонша ақша таппасаңыз, зачем басқа біреуге сенбей, мындай деп, или сіз көре алмай отырсыз? Жоқ, менің жасап жатқан саудамен ол кісінің жасайтыны ол бөлек дүние, мөлдір екеуі. Және ол кісілердің кәсібі жөнінде де мен білем, сол себепті мен сұрап отырмын. Оны Мойла не үшін айтып отырсың? Кейін уақыт өткеннен кейін Нона саған бөлісіп береді, қалай товар алу керек екен. Оның достары бар ғой 5 жылдық. Олар үйретеді тоже. Не ғой, мен негізі Айданаға сұрақ қойын деген, алдында көңіл күйің түсіп, осы жерде бір жылайын деген жағдайға дейін бардым ғой енді. Екс жігіттің пайда болды, мен ұшып бара жатқан жаққа, ол да барады екен деп, кеше басталды әңгіме, одан кейін эфир аяқталып қалды. Өкінішке орай, соның басын қайтадан ашып алайын дегенім ғой. Сосын айттың, ол кісі саған связға шықты, мен де барам деп айтты деп айттың сен, иә? Жоқ, ол маған шыққан жоқ связға. Диана ханым, негізі четверг күнгі эфирдан кейінгі жағдай маған өте ауыр тиді. Содан кейін кішкене даже болады ғой, енді ауырыңқырап қалдым да.
содан кейін прям кәдімгідей басым ауырып кішкене өзімді сондай бір жайсыз сезіндім. Өйткені мен эфирдан шықтым, көңіл күй керемет, осы жерде телефонды жаңағы қосып қарасам, маған ана турагентстводан мен өзіме және құрбым екеуміз ұшып бара жатқан енді тур сатып алған турагентстводан сообщение келіп тұр. Құрметті жолаушы, міне сіздердің ваучерларыңыз, басқасы, және де сізге тағы бір ақпарат бар. Сіздермен бірге тағы 2 пассажир ұшады. Және менің экс-жігітімнің есімі, және де оның досының есімі. Болды, мен сол сәтте, Диана ханым, мен өзім мындай түсінбей қалдым да, мен просто елестеттім оны, мен аэропорттамын, сосын анжаққа мен деген кәдімгідей демалуға бара жатқан адаммын да, 2 жыл болды енді действительно кішкене бір тынығып, демалмағаныма. И соны есіме түскенде мен сразу жылай бастадым. Я негізі Санжарды ол жерде мен машинада отырып, прям қатты, у меня очень сильно истерика. Жоқ, мен кішкене түсінбей қалдым, күте тұрыңыздаршы. Турагенттік ешқандай жағдайда өздерінің жолаушыларының ақпаратын ешкімге бермейді. Ол конфиденциалды құпия, коммерциялы құпия дейміз бе енді. Қалайша ол сізге, ол жолаушыларды қайтадан қосып береді? Өте дұрыс айтасыз, Диана ханым, мынандай мәселеде. Сосын енді ол мен получается кезінде бір қызбен астанадан араласып жүргенмін. Ол қыз негізі бүкіл жаңағы ситуацияны менің өмірімде болған экс-жігітім жайлы барлығын өте жақсы біледі да, және де менің жаңағы кешкен күйімді, соның барлығын өте жақсы біледі. Және де онда жалғызбасты ана болғандықтан, ол маған, мен как раз Инстаграмға жүктедім да история. Мен міне жаңағы қай елді таңдасам екен дегендей. Ол сразу маған связьға шықты да айтты: Айдана, мен қазір турагентствода жұмыс істеп жатырмын, менде ешқандай клиент жоқ, Айдана, маған енді жұмысымды көрсету керек қой, себе какая разница қандай турагентствомен жұмыс жасайтыныңды, маған өзінің септігіңді тигізесің ба, өйткені қазір балам ауырып жатыр деп. Мен хорошо, жақсы, конечно, маған, например, айырмашылық жоқ та, бір турагенттіктен де екіншіден де бағасы да барлығы енді бірдей болып тұр да. И то даже менің осы танысымда жоғарырақ болды баға, бірақ та мен ойладым, ладно, ничего страшного, менің бір көмегім тисін дегендей. Вот сол кей жағдайда өзімді ойламай, біреуді ойлағаным маған каждый раз басыма тие береді да. И сосын мен сразу отельді таңдадым. Болды, ақшасын біз жібердік, сонымен связьда жоқ ол қыз. Мен хабарласамын, айтамын, менде жаңағы Стамбулдағы подружкам тоже барлық қызығып: Айдана, сендер бара жатырсыңдар ма, давайте, енді қаншама болды көріспегелі, біз де сол отельге брондайық деп маған хабарларын беріп жатқан кезде, мен ол қызға жазамын: маған хотя бы фото, жаңағы отель жайлы бір информацияны жіберші, мен құрбыларыма жіберейін, немесе өзің міне тікелей байланысқа шық, міне телефондары, қазір саған жазады деп. Ол маған бір күні мен ауырып жатырмын, мен жұмыстан кешігіп қалдым, мен бүгін жұмысқа бармаймын дегенде бір ғой, бір былай қолын сілтеп, ужасно, Диана ханым, мен сол кезде ашуландым, айттым: сен қыз енді оңбаған қыз екенсің деп, енді кәдімгідей айттым, понимаю, мен саған сенем, маған ешқандай информация қажет емес, мен өзім ақ интернетті ақтарып тауып аламын, бірақ та бұл сенің клиенттерің ғой, сен осы үшін айлық алып отырсың. Мен просто ойлағам, что егер де сен менің құрбыларыма дұрыс информация берсең, тоже барсын, саған жақсы, саған процент түседі дегендей. Сонымен ол вообще менің телефонымды да басқамды да алмайтын болды. Мен айттым құрбыма: онда сен хабарласып тұр, өйткені бізде паспорттар дайындалу керек болды, паспорттар жіберді. Сосын мен сосын турагенттікке тікелей хабарластым да, айттым: сіздер бізге басқа менеджер жалдап бере аласыз, енді басқа қыздарға хотя бы сол менеджер обслуживать етсін дегендей. Я деді да, сонымен қойды. Сосын ана информацияны дұрыс жеткізген жоқ па, білмеймін. Ол қыз маған кәдімгідей ашуланып, и оказывается, ол жұмыстан шығып бара жатып, сондай сообщениені, Диана ханым, маған жіберіп отыр екен. И сосын менің құрбым оған хабарласып тұрса, ол былай айтады: мен сразу, Диана ханым, ана турагент... Түсінбедім, жұмыстан шығып бара жатқан кезде не жазды сізге? Сізге екі тағы пассажир сіздермен барады, ол менің экс-жігітім және оның досы деп. Понимаете? Хотя ол білет, бүкіл есімдерді білет, соны пайдалана отырып жасап отқан іс-әрекетті ғой. И мен сразу машинаға отырдым да, бірден турагенттікке звондап, мен айттым: мен сіздердің үстеріңізден сотқа арыз жазамын дедім. Өйткені сіздер ешкім, негізі ешқандай турагенттік, ешқандай менеджер, агент жаңағы ондай информацияны беруге құқысы жоқ. И мен кәдімгідей өзімді сондай бір қорғаныста емес, как будто мені бір ғой табалауға... Бірақ енді Айдана, сіз осы жағдайды пайдалана отырып, ол турагенттікке шағым түсіріп, сотқа арыз жазаласыз ғой. Ол қыз уволиться етіп кеткен. Енді маңыздысы ол емес, ол сол турагенттікте жұмыс істеді. Мен дәл сол қыздың үстіне арыз жазайын деп жатырмын, Диана ханым. Өйткені мен ойлаймын да, кей жағдайда мен аяп кетемін да, жазбаймын деген шағымданбайын. А мен ойлаймын, что даже менің осылай денсаулығымен, нервный клетки не восстанавливаются, солай ойнағанның өзі мен үшін
ужасно. Бірақ ол қызға не үшін керек болды сіздің экс жігітіңізді сіздерге қосып беру? Ол айтты, менің құрбым айтты, сені вот Айдана маған хабарласып және де менің турагентіме шығып бізге басқа менеджер жалдап беріңдер дегеннен кейін сендер мені подставить еттіңдер, вот сол Айданаға менің отместкам деп айтқан. Диана ханым, айтса кетсем бола ма? Мынау кішігірім, білмеймін қалай ұйымдастырған киноң вообще түсініксіз отыр. Турагентствода бұндай каша болмайды да негізінде. Сен сол кететін жағыңда жаңағыдай болды ма сенімен бірге баратын адамдар? Тек қана бір құрбым Сымбат деген. Одан кейін тағы да екі адам қосып берген кезде оның аты жөнін саған өйтіп таныстырып отпайды ол кісілер. Бетпе-бет жолыққанда кезде ғана таныстырады да. Сенікі мынау түсінбей жатырмын, қандай турагентство? Еще сен өз құрбыңдікі. Потом оны сотқа беру. Анау мынау вообще түсініксіз. Жаңағы айтып жатқан экс жігіттің бәрін өзің ұйымдастырып алған сияқтысың. Мынау дейтін вообще сәйкес келмейді ғой. Қазақстанның өзінде қаншама турагентстволар бар, шетелге шығатын, ішкі туризммен айналысатын. Именно сенің жігітің тауып әкеліп береді да, сен баратын жаққа басын сұқып сен түсініп тұрған жоқсың, Хамрақұл, ол сол қыздың маған деген жасап отқан шуткасы сондай. Айдана кішкене нервничать етсін, осылай көзіне жас алсын дегенде, вот, это шутка болды. Ол сонда шықпай ма? Мен потом паспортный данныйларын барын, Индира ханым көрді ғой, мен 2 сағат бойы отырдым, ана телефонымда, сіз айтасыз ғой, Айдана неге сіз машинада жеке отырсыз деп. Мен данныйларды іздей бастадым. Өйткені анда бізде приложение бар ғой, фотографиялардың барлығы тұратын, кешірім сұраймын Данияр мырза. И сол жерден паспортный тапқан жоқпын, бірақ дегенмен де аты жөнін барлығын жібердім. И маған айтты, ондай пассажирлар біздің агентство арқылы ешқандай билет алған жоқ. Жай ғана айтқан сөз болды. Но Диана ханым, менің ойымша оның өзі енді сондай бір мен жаққа деген бір опасыздық, білмеймін. Жоқ, енді бірақ ол кісі сіздің экс жігітіңіздің толық аты жөнін, оның досының тегін барлығын қайдан біледі? Өйткені енді Астана қаласында болған кезде ол тоже таныстырғам, ол барлығын біледі, ол достарын, понимаете? Просто мен ойлаған жоқпын, что осындай шығып кетеді екен деп. Енді ол негізі қалай айтсам болады? Білмеймін, енді вот это меня выбило из колеи. Және де мен соның кесірінен дәл сол күні даталарды және де тіптен ұшатын елімді де өзгертуге тура келді. Саған кәдімгідей бір бас ауратындай. Диана ханым, оның барлығы негізі бар ғой. Ойладым да басында, ауыстыра салайын. Мама айтады, ну что ты так нервничала? Қойшы, мен сразу мамаға хабарластым да. Ол айтады, енді ладно, потеряешь кішкене ақшадан, но давай. Ну извините, Диана ханым, это тоже неприятно. Мен деген планировать етеді екенмін. Ақшамды тоже үнемдеп соған план құрып қоямын да. И сосын қайдағы жоқ бір әзіл үшін барлығынан айырылуым, ну вообще некрасиво негізі. Мен айтып кетейінші, мына жерде Хамрақұлға, мына жерде отырып алып, Айдана өтірік айтпаш, ойнатып отыр деп бізге де жан жағымызға айтып отыр да. Негізі Хамрақұл Айдана тарапына бір кішкене осындай ситуация болса, жаны кіріп, маска киіп отқан жоқпын мен, как есть айтып отырмын. Жаны кіріп, мына жерде Айдананы таптауға бірінші жүгіреді. Негізі бұл ситуацияны Диана ханым, мен білемін. Маған Айдана хабарласқан болатын, четверг күні ма, қай күні бір жылап, прям истерикамен звондаған болатын. Мөлдір, представляешь, осындай ситуация болып жатыр менің басымда. Деп мен өзімді таңғалған болатын, себебі бұл жаңағыдай заң жүзінде де болсын, адами тұрғыда қарасақ та бұл неправильно да, жаңағы турагентствоның жұмыс жасап жатқан адамдары. Сондықтан да бұл жерде Хамрақұл сен өтірік айтып жатсың, андай-мындай деген не емес. Бұл жерде айта кететін жағдай жаңағы подругасы деді ғой, турагентствоға жұмысқа тұрған, сол Айданың экс жігітінің танысы ма, сондай между собой раньше они общались. И сондықтан да бір кішкене осындай бір қитұрқы әрекеттер болған. Мен неге бұл нәрсені айтып жатырмын? Өйткені жаңағыдай арыз жазатын кезде болмаса, неде сондай тема болған кезде, ол қыз еще уволиться етіп үлгереді екен да. Просто андай барлығын ойлап тауып қойған сияқты, по полочкам барлығын осылай айтам деген сияқты деп айттым. Бұл жерде турагентствоның дым кінәсі жоқ қой. Өзінің подругасымен араларында личный неприязнь. Турагентствоны кінәлап, оны сен сотқа дым істей алмайсың да. Мен қызға беріп отырмын деп тұрмын ғой, сен бірінші тыңда, және де Хамрақұл, бұл тақырыпты мен ба шығарған, немесе Санжар сұрақ қойды, мен жауап бердім. Хамрақұл бағана бері ұйықтап отқан сияқты едім, енді тура маған келген кезде сразу оянып тура бір серіп қаласың, иә? Одан кейін мына жерде Моляға таңғалып отқаным, сен қазір бір өтірік подругасының рөлін ойнамай-ақ қой. Жаңада мысалы Нонас бір сұрақ қойып не қылып еді, Нонаға қарсы шықтың. Получается, мына жерде Айдана кім пікір айтады, соған қарсы шығамын деген мас киіп аласың ба? Жоқ, Диана ханым, сен Хамрақұл, не айтып отырсың вообще? Енді айтқанын естімесең, мен сенің кінәңді ойлаймын. Болған жайтты, ақиқатты айтып отырсам, не маска бола ма, не ол? Диана ханым, негізі бұл Айдана мен Хамрақұл өзіңіз де білесіз ғой, часто осылай жиі нететте отырады, конфликтте отырады, сыртта вроде нормально сөйлесіп жүреді да, ішке кірсе, білмеймін, Хамрақұл сен Санжар, ондай нәрсе қажет емес. Мен тек қана тур туралы айтып отқан екен. Жоқ, Хамрақұл, бұл жерде мынандай мәселе, Санжар айтасыңшы.
иә? Хамо сен судан ақ сүттен таза адам құсап сөйлемей қойшы, өтініш, пожалуйста. Өзің яқа қаншама күшті қыздар келген кезде, біресе жақсы көрем, біресе жақсы көремін, біресе анасы дұрыс емес. Причем тут это мен тур туралы әңгіме отыр. Жоқ, бұл жерде енді сен ойыннан шығарып отыр деп отырсың да, сен өзің киношниксің ғой, әрбір қызбен әртүрлі киноңды ойнап отырасың мына жерде. Просто бұл жерде сұрақ қойылды. Жоқ, тоқта, айтып алсай. Турдағы нәрсемен менің өмірім вообще бөлек нәрсе. Тоқтай тұршы, тур емес, мен саған салыстырмалы түрде айтып отырмын бұл жерде. Бағанадан бері сөйлеп отырсың, сөзіңнің құны жоқ просто. Сұрақ қойылды Санжардың тарапынан. Сұраққа жауап берді, болды. Күлкінішті ма? Сабыр жігіттер. Иә, Диана ханым, айтып кетейін, сол күні эфирден шыққан кезде, енді біз сәл кешігіп шыққанда Айдана машинасында отқанын көрдім, мен Айдана машинасын білеміз ғой. Айдана машинасы қасынан өтіп бара жатқанда Айдананың бақырып жылап отқанын мен естігем негізі. Машинаның ішінде біреумен сөйлесіп отыр. Сосын машинадан шықты кәдімгідей, бәрін көрсетті міне деп. Сол қазір енді негізі сенбей отқан қатысушыларға айтқым келеді, ол оқиға шынымен де болған оқиға, ол Айдана ешқандай ойдан шығарып отқан жоқ. Диана ханым. Ау, Зухра ханым. Жаңағы ситуация бойынша айта кетейінші, Хамрақұлды жақтап отырғаным емес, бұл жерде бірақ та бұндай пікірлерді кім айтпайды. Мен Айдананың ситуациясын түсініп отырмын. Мен Хамрақұлда мен бірдей ойлаймын деген сөз емес. Бірақ та Хамрақұлдың ол өзінің жеке пікірі да. Мөлдір, сен өзің сондай пікір айтпайсың ба? Мысалы, сен де айтасың ғой, сен қазір келіп Хамрақұлға барып, нетіп жатсың. Кеше сен қасында отырдым, қаншама негатив микрофон сен де айтып отырдың ғой, мысалы. Бізде жарнамадан кейін қатысушылардың есіне студияда Даниярдың отырғаны түсетін шығар, арнамыздан алыстамаңыздар. Серік мырзада кезекті белгі. Серік мырза дейді. Бұл өтінем, өкпелей бермеші дейді. Ал Асылбектің не айтатынын қазір бірге көрейік. Ау? Мейірім қайда дейді. Мәссаған Асылбек. Және ортада Айдана, жаңа үміткері Данияр мырзамен. Диана ханым, бір нәрсе ғана айта кетейінші, енді жаңа айтып жатырмын ғой, енді ана қыздың әзілі дегенде, иә. Бірақ бұл жерге экс жігітімнің ешқандай қатысы жоқ. Бәлкім ол даже білмейді бұл әзіл екендігін. Мен просто не хочу, чтобы действительно оның атын қозғап та бұл жерде дегенде, иә. Ол өзі білмейді, ол қыздың тарапынан сондай жасалған мен жаққа подстава деуге болады. Сонда турагенттік сіздің бір қоңырауыңыздан кейін ол менеджерді жұмыстан шығарып тастады ма? Жоқ, Диана ханым, ол уже жұмыстан шығып бара жатқан. Ол же шыққан жұмыстан. И маған жауап бермегеннің себебі де сол болған. И соңғы күн рабочий телефонды өткізердің алдында жазады да, и өткізіп кетеді. И сосын руководитель қашан маған звондаған кезде ол айтады, бұл телефонмен басқа ешкім ол қыздан басқа именно кеше қолданған жоқ. Осы уақыт аралығында ол қыз болды дегенде. И все удалило. Ну, поэтому бұл жерде екі жігіттің қатысы жоқ. Ол тек қана қыздың, можно думать, что я буду разбираться дегенде, Диана ханым. Жоқ, мен бір сұрақ қой кетейінші, Диана ханым, осы кезде. Сенің подружкаң жіберіп отыр ғой сонда осы екі жігіттің барады дегенде, иә? Подружка емес, танысым, иә. Танысың. Ол қалай біледі деймін да, жаңа жігіттің фамилия, имя, отчествосын. Фамилия, имя, отчество емес, жай ғана атын жазып жүрген. Атын және де атын уже понятно ғой, саған прикол ұстап отқан, егер атын ғана жіберсе. Мен Данияр, мен ол кезде, честно, ондай ойлауға. Я жоқ, түсінемін. Просто атын және досының атын жіберген да, и все. Содан кейін менде просто как туманит. Және де маған қыздар. Мен айтып кетейінші, жаңа Хамрақұлға мен кішкене бір қарсы пікір білдіріп едім, сразу қолына микрофонды алып, Зухрада, сен де сондай пікірлер айтасың ғой, там мен Хамрақұлды жақтап жатқан жоқпын деп айтып жатыр да, в кавычках. Но негізінде Хамрақұлды жақтап жатыр, Диана ханым. Бұл жерде мен нені көріп тұрмын бұл ситуацияда да, негізі постоянно Айдананың тарапына қарай, бұл жерде личная неприязнь Хамрақұлдың тарапынан бар, тағы да басқа қатысушылардың да тарапынан бар деген сияқты әңгіме ғой. Енді бір-бірін жақтап жатыр да, дос бұл жерде. Тем более последний екеуі қалды деген сияқты. Бір-бірін жақтамаған деді кім жақтайды? Жеке бір сондай реніш жайлы айтатын болсақ, кеше студия сыртында да, студия ішінде де Айдана, Мөлдір, сіздердің де араларыңызда бір үлкен дау қозғалды. Осы жерден өтіп бара жатқан кезде бір сөздер болды, бір-бірлеріңізге өсек айтпа, айт, мен енді барлығын естімедім. Ал енді бүгін әдемі құрбы болып отырсыздар, оны қалай түсінеміз? Жоқ, Диана ханым, бұл жерде әдемі құрбы емес дегенде емес, по ситуация, мысалға, бұл жерде мен Айдана жасап жатқан кейбір қылықтарын құптамасам, мысалға да, мен айтамын осы жерде, бұл жерде мен қарсы шығамын, қарсы пікір білдіремін деген сияқты. Бұл ситуацияда мен ақиқатты біліп отырмын, мен қалайша отырып басқаша әңгіме айтамын. Демек ақиқатты білмесеңіз, тағы да Айданаға қарсы шығатын едіңіз? Жоқ, ақиқатты білмегенде емес, Диана ханым. Жоқ, егер Айдана сол күні сізге хабарласпаса, онда мүмкін бүгін Хамрақұлмен ойыңыз бір жақтан шығатын бейді деген бір сондай болжам ғой.
Иә, Жанахан, мен бұл жерде личный неприязнь туралы бір Айдананы тиісіп кететін мақсатта емес, тек қана тур туралы айтқаннан кейін жаңа шетелге шығатын. И соған ғана сұрақ қойдым. И жаңа Айдананың бір сөзінде де мысалы айтты ғой, мен мына отельді таңдадым деген сияқты. Бірақ мен турфирманың қаншауында көріппін, тек қана суреттер жібереді, и то общийға жібереді. Өйткені бір ғана адам таңдамайды ол дейтін отельді. Общий жібереді, осы қалай деген сияқты. Либо турагентствоның барлығын өзі шешіп қояды, осындай отельге барамыз деген сияқты. Шымылдық ашамыз ба? Данияр мырза әйтпесе қазір әрине ашамын, Жанахан, өзіме қызық болып отыр. Ал, Данияр мырза, шымылдық ашасың. Жанымды тербеші, need you baby, қасымнан кетпеші, I love you baby, сөзіме тек сенші. I love you baby, бағымсың берілген, I need you baby, болшы дек меніме, I love you baby, let me love you baby. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Иә, осындай әдемі бір джентльмендік жүздесу болды Даниярдың тарапынан. Иә, очень приятно негізі. Бір ғана әрекет қой, бір ғана әрекет. Дианахан, сұрақ қойып кетсем болады ма? Қош келдіңіз, Данияр мырза, сізге бір сұрақ қояйын деген едім. Осының алдындағы қызыңыз сізден үлкен болды ма жалпы? 96 жылғы дедік. Не тыңдап отырсыздар? Просто мына жерде айтайын дегенім бар ғой, өзіңіздің енді табысыңыз осында үлкен екен, жап-жасыз 21-де кәдімгідей ақылды пысықсыз да. Негізі ер азаматтар табиғатынан өзінен кіші, немесе максимум ровесникті таңдайды ғой. Сол түсінбей жатырмын да, неге 18-20 жастағы, білмеймін енді пісіп келе жатқан қыздармен неге жүрмеске дегендей. Жоқ. Қысқасы, Мерей неге маған келмедің дегендей. Бірақ енді Мерейдің басы бос емес. Үміткері бар, иә, әттеген ай. Жоқ, ондай емес. Просто айтайын деген үлкен қыздарға... Пісіп келе жатқан қыз деген сіздің түсінігіңізде қандай қыз? Жақсы, саламатсыз, жауап бере кетейін. Маған өзі негізінен более үлкен, жаңағы зрелый, созависимый қыздар ұнамайды маған негізі, зависимый отношениеде. Қалаймын то, что екінші половинаның, то, что ол өзінің хобби болсын, өзінің там тіршілігі болсын деген сияқты, тек үйде қалмай, там жан-жаққа шығып, не деген сияқты. Сондай маған өзіме. Мен сұрақ қойыншы. Қош келдіңіз, Данияр. Ал енді жарайды, сіз, мен мына жердем. Ал жарайды, сіз қабылдайсыз, иә, үлкен қыздар сізге ұнайды, бірақ ата-анаңыз көзқарасы қандай ол ситуацияға? Основном өмірімде өз шешімімді мен өзім қабылдаймын. Ол жар таңдау болсын, ол бизнес болсын, ол басқа болсын. Әкешем всегда қолдайды мені. Және Айданаға сұрақ, кешегінді үміткеріңізбен Тілеуғабыл ма, сол кісіге сіз жас айырмашылығы 7-8 жас менен кіші болғаны өте дұрыс емес дедіңіз, ал бүгін қандай ситуация болады сізде? Негізі кеше енді 20 жаста, бүгін 21, өз келе жатырмыз дегендей. Бір жас разница ма? Бірақ енді кешегі үміткердің аты Түйеғабыл емес, Тілеуғабыл болған, иә? Иә, Тілеуғабыл. Иә, Данияр, қош келдің. Мен Айданаға сұрақ қойғым келіп отыр, жаңа енді ақша туралы айтса кәдімгідей қуанып жатсың да, енді айлық табысын айтса онда да қуанып жатсың. Егер сондай табыстағы осындай жігіт болса, сенің жаңағындай жасқа қарайтын сөздеріңнің маңызы жоғалады ма деген сұрақ туындап тұр. Жоқ, негізі жоғалмайды, просто бұл жерде мынандай мәселе ғой, жаңа наоборот, өзінің хоббиі болса екен, шетел араласса екен, мен соған шапалақ ұрып отырдым да, негізі. Менің ойымша кез келген екі жеке тұлға, когда кездескен кезде, вот сол кезде действительно махаббат болады. Ешкімге шектеу қоймайды, бір кішкене балаша сұрақ қоймайды дегенде, тексермейді, қызғанбайды. Просто екі зрелый действительно адам дегенде. Но мына жігіт енді ғана көріп отырмын ғой, сөйлеген сөзі в любом случае өз-өзін ұстауы, сұрақтарға жауап беруі, өмірлік ұстанымы маған өте қатты ұнап отыр. Демек, бұл сөздердің астарында таныстық жалғасады деген сөз жатыр ғой? Ну, енді бір кездесіп, сөйлесіп көргенге. Жақынырақ танысып, әңгімесін тыңдап дегендей. Данияр мырза, таныстық жалғасады, ары қарай кешкі кездесуде Айдананың көңілін жаулап алу тек қана өз қолыңызда. Қымбатты көрермен, сіздермен ертең сағат 14:30-да әдеттегідей ең үздік арнада қайта қауышамыз. Кештеріңіз жақсы өтсін, ал махаббаттарыңыз мәңгілік болсын. Сау болыңыздар.